Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Алла Тағала сөзінде мейірімді аршаға көтерілді дейді. Таха 5 Құранның 7 жерінде келеді дейді. Бұл абзацта Алла Тағаланың әл-истиуа деген сипаты турасында айтылады. Ар-рахману алал арш истауа дейді. Мейірімді аршаға көтерілді. Мейірімді ар-рахман дегенде оны талқылап өткен едік алғы сабақтарда. Және екіншісі бұл сабақта айтылатыны ол әл-истиуа сипаты. Аллах Тағала аршының үстіне көтерілді дейді. Бірақ ол сипатқа кіріспестен бұрын арш турасында өтіп кетсек, аршпен танысып кетсек. Яғни тақырыпта бірінші арш деген тақырып неден сөзден бастаймыз. Әл-арш деген араб тілінде арш, қазақ тіліне аударғанда тақ деген мағына. Тақ, орысша трон. Яғни патша отыратын орындық, тілдік мағынасы. Ал шариғатта оның мағынасы, шариғи мағынасы, яғни шариғатта не деп аршы дегенде есімізге не түседі дейтін болсақ, ол әлемнің күмбез секілді төбесі болған, тіректері бар, періштелер көтеріп тұрған бір Алла Тағала жаратқан бір ұлы орындық. Яғни шариғатта біз осылай деп білеміз. Яғни күмбез секілді төбе деген сөз, бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисіне айтқандай, «Ида саалтумуллаха фасалухул фирдаус» дейді. Егер де сендер Алла Тағаладан бір нәрсе сұрайтын болсаңдар, фирдаусты сұраңдар дейді. Фаиннаху аусатул жанна дейді. Өйткені ол жәннаттың қақ ортасы дейді. Ва а'лал жанна дейді. Және жәннаттың ең жоғарғы жағы дейді. Ва фауқаху аршур рахман дейді. Ал оның үстінде мейірімнің аршы бар дейді. Алла Тағаланың аршы бар дейді. Хадис Бухарида келген. Демек, арш деген нәрсе ол бүкіл әлемнің, жеті аспан, жердің барлық нәрсенің жоғары төбесі, күмбез секілді, яғни жоғарынан жауып тұратын нәрсе. Тіректері бар дедік, дұрыс па? Оған дәлел Бухари мен Муслимде келген хадисі Абу Саид аль-Худри риуаят қылған, және Абу Хурайрадан келеді. Хадисі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Фаинна наса юсъакуна яумал қиямати, фаакуну аувала ман уфиқ» дейді. Яғни адамдар қиямет күні талып қалады дейді. Естерінен танып талып қалады дейді адамдар қиямет күні. Фаакуну аувала ман уфиқ дейді. Сол кезде мен ең бірінші есімді жиямын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Фаиза ана би Муса ахидун би қаимати мин қауаимил арш дейді. Сол мен есімді жиғанда дейді, көзімді ашсам, сол кезде Мусаны көремін дейді. Арштың бір тіректерін ұстап тұрғанын көремін дейді. Яғни көзімді ашсам, Муса тұрады, сол кезде Муса аршының бір тірегін ұстап тұрады дейді. Яғни фала адри, білмеймін дейді. Афақа қабли ау джузия бисақати тур дейді. Мен білмеймін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ол менен бұрын есін жиды ма дейді. Әлде Тур тауының қасында есінен танып қалғанда сол нәрсемен Аллах Тағала оны шектеді ма дейді. Яғни Муса алейхиссалам Алла Тағаладан Рабби арини анзур илейк дейді. Аллах Тағала маған өзіңді көрсетші, мен көрейін дейді. Сол кезде Алла Тағала Муса айтады: лән тарани дейді, сен мені көрмейсің дейді. Бірақ валакин унзур илал джабал дейді, тауға қара дейді, ана тауға дейді. Фаин истақарра макануху фасауфа тарани дейді. Яғни Алла Тағала айтады: тауға көрінемін дейді. Егер сол тау орнында тұратын болса, оған дым болмаса, күші жетсе дейді оны Алла Тағаланың көруіне дейді, онда мені көресің дейді. Фаламма таджалла раббуху лил джабал дейді. Сол кезде Раббысы тауға көрінгенде дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсетеді, саусақтың ұшын көрсетеді. Яғни мына саусақтың кішкентай бөбектің, яғни басын көрсетеді, мына сызықтан кейін жоғары жағын. Яғни Алла Тағала ондай бір мағына емес, яғни сондай үлкендікте көрінеді. Кішкентай, тек Алла Тағаланың шеті ғана көрінгенде жа'алаху дакка ва харра Муса саиқа дейді. Сол кезде тауға Алла Тағала көрінгенде тау уатылып қалады дейді, шашылып қалады дейді. Ва харра Муса саиқа. Сол кезде Муса талып қалады дейді, соны көргенде. Яғни бұл дүниеде Алла Тағаланы ешкім көрмейді. Неге дейтін болсақ, өйткені бұл дүниеден адамдардың күштері әлсіз болады Алла Тағаланы көруге. Қиямет күні күштеріміз ерекше жоғары болады, Аллах Тағала бізге күш береді көруге. Сол кезде біз Алла Тағаланы көреміз. Бірақ бұл дүниеде біз көре алмаймыз. Көретін болсақ, біз көтере алмай қаламыз оны. Сондықтан Аллах Тағала тауға көрінгенде, сәл көрінгенде, 1-2 сантиметр шеті көрінгенде Алла Тағаланың сол кезде тау уатылып қалады дейді. Сол кезде Аллах Тағала айтады: «Вахарра Муса саиқа». Сол кезде Муса талып қалады дейді.
Сол бағанағы хадисте мен білмеймін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, менен бұрын оянды ма дейді, әлде тордың қасында есінен танып қалғанымен шектелді ма дейді. Басқа хадисте Абу Хурайрадан риуаят қылған хадисінде фәлә әдри дейді, мен білмеймін дейді, менен бұрын оянды ма дейді, менен бұрын есін жиды ма, ау кана мимма стасналла дейді, әлде Алла тағала арнайы ерекше бір шығарып қойған кісілерінен болды ма дейді. Яғни Аллах Құран айтқандай унуфиха фис-сури фасаиқа ман фис-самауати ва ман фил-ард дейді. Яғни Исрафил дүниеге үргенде сол кезде аспан жердегі бәрі де талып қалады дейді. Илля ман ша Алла дейді, тек қана Алла тағала қалаған кісілерден басқа дейді. Алла тағала бір кейбір кісілерді талып қалмайтынын айтып тұр. Сол кезде хадистен Абу Хурайрадан келген Бухари хадисінде пайғамбарымыз айтады, мен білмеймін дейді, менен бұрын ол оянды ма дейді, есін жиды ма, әлде Алла тағаланың арнайы сол қамтымаған кісілерден болды ма дейді. Яғни бұл жерде біз екі хадистен керек нәрсесі бізге бауырлар, Муса алейхиссалам арыштың тіректерінен қолмен ұстап тұрады дейді. Яғни бұл жерде Муса алейхиссаламның артықшылығы және бұл жерден керек бізге тақырып арышының бауырлар тіректері бар. Әлемнің күмбез секілді төбесі болған, яғни күмбез секілді төбесі болған арш ол төбе сияқты әлемнің тіректері бар. Айттық, періштелер көтеріп тұрған, яғни аршты періштелер көтеріп тұр, дұрыс па? Ол турасында Алла тағала айтады, аллазина яхмилул арша ва ман хаулаху юсаббихуна бихамди раббихим дейді. Яғни сондай Алла тағала періштелерді сипаттайды, сондай періштелер яхмилунал арш, аршты көтеріп тұрған дейді. Ва ман хаулаху, және арштың айналасындағы сондай періштелер бар дейді. Яғни Алла аршты көтеріп тұрған періштелер бар, және соның айналасында, арштың айналасында періштелер бар. Басқа аятта айтады Алла тағала: "Ва яхмилу арша раббика фауқахум яума идин самания" дейді. Сол күні дейді, сенің Раббыңның аршын дейді, 8 көтеріп тұрады, яғни 8 періште қиямет күні көтеріп тұрады дейді. Сол аршыны көтеріп тұрған періштелер бар, өте ұлы, үлкен періштелер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол хадисін айтқанда, маған аршты көтеріп тұрған періштелер турасында айтуға рұқсат берілді дейді. Ол періштелердің құлағының жұмсақ жерінен бастап иығының арасына дейін дейді, 700 жыл жүретін, яғни мөлшер дейді. Үлкендігі дейді, арақаштығы 700 жыл жүретіндей үлкен уақыт. Ол 700 жыл бауырлар, ол жүгіріп жүру ма, әлде атпен жүру ма, әлде ол құстың ұшуы ма, әлде не екен, Аллаху алим, оны білмейміз бауырлар. Не болса да бауырлар, аршты көтеріп тұрған періштелер өте үлкен бауырлар. Сол 8 періште бауырлар аршты көтеріп тұрған. Қазір 8 ба, әлде қазір одан аз ба дегенде жалпы ғалымдар ихтилаф бар. Кейбір ғалымдар, яғни қазір 4 дейді, қиямет күні 8 болады дейді. Кейбір ғалымдар қазірде 8 дейді, қиямет күні 8 дейді, сондай жалпы ихтилаф бар. Ол періштелер бар, Аллах Құран айтқанда, юсаббихуна бихамди раббихим дейді. Раббыларын мадақтап тұрады дейді. Ва юминуна бихи, яғни Раббыларына иман келтіргендер дейді. Ва ястағфируна лиллазина аману дейді. Және олар иман келтірген кісілер үшін Аллахтан кешірім сұрайды дейді. Раббана васи'та кулла шай'ин рахматан ва илма дейді. Я Раббымыз барлық нәрсені біліммен және мейірмен қамтыдың ғой дейді. Фағфир лиллазина табу дейді. Уаттабау сабилика вақихим азабал жахим дейді. Я Раббымыз дейді, тәубе қылғандарды және сенің жолыңа ергендердің күнәларын кешірші дейді. Уақихим азабал жахим, және тозақтың отынан сақташы олар деп, яғни сол періштелер сондай қылып Алладан дұға тілейді. Аллах тағала айтқандай Құранда: "Аллазина яхмилуна арша ва ман хаулаху юсаббихуна бихамди раббихим ва ю'минуна бихи ва ястагфируна лиллазина аману раббана васи'та кулла шай'ин рахматан ва илма фагфир лиллазина табу ваттабау сабилака вақихим азабал жахим" дейді. Періштелер көтеріп тұрған, жаратылған ұлы орындық дедік, дұрыс па? Яғни ұлы орындық, арш, өте ұлы нәрсе бауырлар. Алла тағала Құранда аршты сипаттаны зул аршил азим дейді. Ұлы арштың иесі дейді. Роббул арш дейді. Яғни Аллах тағала өзінің сипаты, өзін айтқанда арштың Раббысы дейді. Аллах тағала бір нәрсенің Раббысы дегенде көбінесе үлкен нәрселерді айтады, яғни. Сондықтан ол расында да ұлы сондай, яғни мақлұқ. Неге мақлұқ бауырлар, неге жаратылған? Өйткені Алладан басқа нәрсенің барлығы да бауырлар мақлұқ. Алла тағаланың өзі халиқ, жаратушы. Алла арш бауырлар ол мақлұқ. Алла тағаланың бір жаратылыстарының бірі. Сонымен бауырлар, арш деген ол әлемнің күмбез секілді төбесі болған, тіректері бар, періштелер көтеріп тұрған, жаратылған бір ұлы орындық бауырлар. Бұл бауырлар аршының анықтамасы, яғни. Және арштың бауырлар өзінің бір қасиеттері бар. Яғни сондай өзінің бір ерекшелігі бар, қасиеттері бар. Ол қасиетте тек қана аршта бар, басқа ешқандай мақлұқта бауырлар олар жоқ.
Яғни арыштың қасиеттері. Біріншісі бауырлар, арыштың бір қасиетінің бірі, ол аршыға Алла тағала көтерілді. Яғни аршыға Аллах тағала истиуа қылды. Яғни аршының үстіне көтерілді, тұрақталды, әлде кейбір сәләфтер айтқандай отырды. Яғни Аллах тағала үстіне көтерілді, үстіне тұрақталып, үстіне жоғары болды дейді. Яғни басқа нәрсеге Аллах тағала истиуа қылған жоқ. Аллах тағала барлық нәрсенің жоғарында, бірақ истиуа деген бауырлар, ол бір нәрсенің үстіне көтерілу. Яғни араб тілінде истауа алал фарас дейді. Адам аттың үстіне мінді, үстіне тұрақталды, отырды, үстіне көтерілді деген мағына. Яғни біз мақлұққа салғанда сондай мағына түсінеміз. Бірақ Алла тағалаға ол өзіне лайықты. Сондықтан сәләфтарда келген мағына ал истиуа деген ол яғни бір нәрсенің үстіне көтерілу, үстіне тұрақты болу. Әлде кейбір сәләфтардан келгендей үстіне яғни отыру, міну яғни. Сондықтан аршының бауырлар өзінің бір қасиеті, ол аршыға Алла тағала көтерілді, тұрақталды үстіне. Басқа нәрсенің үстіне Аллах тағала ондай қылып истиуа қылған жоқ. Басқа нәрсенің үстінде Аллах тағала, бірақ аршыға истиуаны арнайы аршыға қылды. Екіншіден бауырлар, аршы ең биік мақлұқ бауырлар. Оған дәлел бағана алда айтқан Бухарида келген хадис, Абу Хурайрадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иза саалтумуллаха фасалухул фирдаус" дейді. Егер Алладан сұрайтын болсаңдар, одан фирдаусты сұраңдар. Фаиннаху аусатул жанна дейді. Ол жәннаттың ортасы, ва а'лал жанна дейді. Және жәннаттың ең жоғарғы жағы дейді фирдаус. Ва фауқаху аршур рахман дейді. Оның жоғарында дейді Рахманның аршы бар дейді бауырлар. Сонда арш жалпы ол мақлұқтардың ішінен ең биік мақлұқ, одан да биік мақлұқ жоқ дейді. Ең жоғарғы мақлұқ ол бауырлар аршы. Үшіншіден бауырлар, арш деген ол бауырлар ең үлкен мақлұқ. Екіншісі ол ең биік мақлұқ, ең жоғардағы. Ал үшінші бауырлар ең үлкен мақлұқ, біз білетін яғни. Мәс-самауату вал арду фил курси илля ка халқатин малқатин фи фалади. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: аспан мен жер дейді курсидің ішінде бір айдалаға лақтырылған сақина секілді дейді. Ва фадлул арши алал курси ка фадл курси алал самауати вал ард дейді. Ал арштың курсиден үлкендігі дейді курсидің аспаннан үлкендігімен бір дейді. Аспан жермен үлкендігі бір дейді. Яғни аспан жер курсидің ішінде бір сақинаны айдалаға лақтырған сияқтысын. Ал курси арштың қасында бір сақинаны айдалаға лақтырған сияқтысын дейді. Яғни аршы бауырлар үлкен сондай бір мақлұқ бауырлар. Біз білетінен яғни. Басқа хадис айтады: "Ал-курси мауду қадамай рахман" дейді. Ибн Аббастан келеді. Ибн Аббас айтады: "Курси дейді ол Рахманның екі аяғын қоятын жер" дейді. "Уал аршу ла юқадиру қадраху иллаллах" дейді. Ал арштың сондай үлкендігін жалғыз Алла тағала біледі дейді. Ол үшіншіден бауырлар. Арштың сондай қасиеті бар, яғни басқа сондай мақлұқтар жоқ. Ол ең үлкен мақлұқ бауырлар. Төртіншіден бауырлар, арштың сондай өзінің бір қасиеттерін, арш деген нәрсе бауырлар ең ауыр мақлұқ. Оған дәлел бауырлар, аршқа ең ауыр мақлұқ екеніне ол Сахих Муслимде келген хадисте Жуайри бин Харис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелі анамыз Жуайрия деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жуайрияның үйінде түнегеннен кейін фаджр намазына барады. Сол фаджр намазына кетіп бара жатырғанда Жуайрия намаз оқитын жерде отырады. Сол мешітке фаджр оқып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам духа уақыты кіргеннен кейін барып келеді үйге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне келсе, Жуайрия сол банағы отырған жерінде дәл өзгермей солай отыр дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жуайрия анамызға, әйеліне айтады: "Мазилт алал халиллати фарахтуки алейха" дейді. Яғни бана мен кеткенмен әлі солай отырсың ғой дейді. Сол күйіңнен әлі өзгермедің ғой дейді. Әлі солай отырсың ғой дейді. Сол кезде Жуайрия анамыз: "Я солай отырмын" дейді, әлі өзгерген жоқпын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтатын сөзі бар: "Лақад қулту ба'даки арба'a калиматин саласа маррат" дейді. "Ла узнат бима қулти мунзул яум ла вазинатхунна" дейді. Сенен кеткеннен кейін бана сен үйден шығып кеттің ғой дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кімге айтады? Жуайрия анамызға айтады. Бана үйден шығып кеткеннен кейін дейді. Сондай бір төрт сөз айттым, яғни төрт сөйлем айттым дейді, яғни үш рет дейді. Үш рет қайталадым дейді сондай бір дұғаны. Егер де сол сөзбен сенің банағы айтқан дұғаларыңмен, айтқан нәрселермен бәрімен өлшенетін болса, менің айтқаным дейді басып кетеді дейді. Ол не сөз дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи" дейді. Бұл бауырлар дұға таңертеңгі зікірдің дұғалары ғой, білетін шығарсыңдар иншалла. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи дейді. Яғни
мағынасы Алланың жаратылысының санындай дейді. Өзі Алла тағаланың разы болғанға дейін дейді. Және аршының салмағындай, және сөздерінің, Алла тағаланың сөздерінің сиясының мөлшерінде дейді. Алла тағалаға мадақ мақтау мен пәктеу болсын дейді. Бұл бауырлар өте керемет дұға жалпы. Қарасаңдар, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жуайриядан үйінен шығып кеткенде, Жуайрия сол жерде отыр. Дұрыс па? Яғни намаз оқитын жерінде, фажр оқып сол жерде отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітке кетеді, мешіттен сосын духа уақытында келеді дейді. Духа, яғни фажр оқып, духа оқып, духаның уақытына келу шамамен 1 сағаттың үстінде уақыт кетеді деген сөз. Яғни 1 сағат бойы кім Жуайри анамыз зікір істеп отырған ғой, зікір бағдай біраз зікірлер істеген шығар енді. Кешірім сұрау, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи азим, ұлы зікірлерді істеді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп айтқан сөзі. Яғни банағыда әлі отырсың өзгермейді. Яғни зікір істеп отыр ғой Жуайри анамыз. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан сөз, яғни мен дейді, сені үйінен шығып кеткеннен кейін сондай 4 сөзді айттым дейді, 3 рет қайталап дейді. Егер де мына сенің айтқан зікірлердің бәрін қосып, және банағы 4 сөйлемді бірге қосып өлшейтін болсаң дейді, яғни таразыға салынатын болса дейді, сол мен айтқаным басып кетеді дейді. Яғни 1 сағаттың ішіне Жуайри анамыз біраз зікір айтқан, дұрыс па? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып тұр, білмеймін сен не істегенің, яғни сен 1 сағаттан бері фажрдан бастап духаның уақыт кіргенше 1 сағаттың үстіне біраз зікір қылған шығарсың, енді көп зікір айтып, біраз ұлы дұғалар айтқан шығарсың. Бірақ олар сол банағы 1 сағат бойы айтылған зікірдің бәрі дейді, банағы зікірдің қасында, субханаллахи ва бихамдихи, соның қасында дымға тұрмайды дейді, басып кетеді дейді. Банағы зікірдің несі сауабы өте ауыр деп тұр ғой, яғни таңертеңгі зікірге келеді бауырлар ол. Яғни фажрдың уақытынан кіргеннен бастап күн шыққан шейін айтылатын жалпы дұға ғой. Яғни зікірдің уақыты, таңертеңгі зікірдің уақыты ол сол фажрдың уақытынан кіргеннен бастап азан шақырылады ғой, яғни содан бастап күн шыққанға дейін. Яғни фажрдың алдында да дұға тілей беруге болады. Мысалы мешітке келдің, фажр азан шақырылды, имам әлі намаз бастаған шейін сол таңертеңгі зікірлерді айта беруге болады. Кейін фажрдан кейін оны жалғастыруға болады. Тіпті ғалымдар айтады, егер де үлгере алмай қалатын болса, ұйықтап қалатын болса, оны күн тастөбеге көтерілген шейін айтуға болады дейді таңертеңгі зікірді. Яғни сол обедке дейін, зухрға дейін шамамен айтуға болады дейді. Егер де бір таңертең ұйықтап қалып бір нәрсе болмай, мысалы 9-да тұрдың да ең бірінші зікірді бастап айтып тастасаң болады, банағы зікірлерді. Яғни мұсылман құрғанда жалпы сол таңертең кешке айтылатын зікірлердің ішіне, тақырыптың ішіне бар осы дұға. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи дейді. Осы дұға 3 рет айтылады. Бұл жерде бауырлар мақтау, мадақты және пәктеуді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұлықтап айтып жатыр, дұрыс па? Мына жерде айтылып жатқан сөйлемдер күлін ұлықтау суретінде. Сол кезде қараңдар бауырлар, санын айтқанда мақлұқтардың жаратылысымен деді. Яғни мақлұқтар өте көп, дұрыс па? Тек қана адам емес бауырлар, адам, құс, балық, құрт, микроб, яғни тірі жәндіктің бәрі, не нәрсен бар, маса, шыбын, яғни бүкіл нәрсенің бәрі де ол, яғни Аллах тағаланың жаратылыстары. Соның санындай дейді. Және өзі разы болғанша дейді. Яғни сондай қылып Аллах тағала мақтау болсын менен дейді. Көп мақтаймын Аллах тағаланы разы болғанша дейді. Және арштың салмағындай, яғни санға келгенде бауырлар, жаратылыстардың санындай деді. Салмаққа келгенде арштың салмағындай дейді. Сондықтан Шейхул Ислам ибн Теймия осы хадистен сондай пайда шығарады, арш дейді, ең ауыр мақлұқ дейді. Сондықтан бауырлар, аршы ахли сунна жамаа ақидасы бойынша ең ауыр мақлұқ. Сондықтан сондай 4 қасиеті бар бауырлар. Аршға Алла тағала көтерілді. Екінші, арш ол ең биік мақлұқ. Үшінші, арш ол ең ұлы мақлұқ, ең үлкен мақлұқ. Төртінші, арш бауырлар ең ауыр мақлұқ. Бұл арштың қасиеттері. Енді мынандай бір мәселе. Ғалымдар арш турасында айтқанда мынандай бір мәселені қозғайды. Арш бірінші жаратылды ма, әлде қалам бірінші жаратылды ма деген сұрақ. Ғалымдардың арасында сондай бір мәселе бар. Арш бірінші жаратылды ма, әлде қалам бірінші жаратылды ма? Жалпы жумһур ғалымдардың пікірі бойынша Ибн Кафир айтқандай, яғни ол жумһур ғалымдардың пікірі дейді. Және ол пікірді Ибн Қайым әл-Жаузи айтқан, Шейхул Ислам ибн Теймия айтқан, Ибн Хажар, аршы дейді, қаламнан бірінші жаратылған дейді. Арш қаламнан бірінші жаратылған дейді. Оған дәлел Абдулла ибн Амрдың келген хадисінде, Сахих Муслимде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Катабаллаху мақадирал халқи қабла халқис самауати вал арди би 50 алф сана ва аршу алал ма" дейді. Алла тағала аспан жердің тағдырын дейді, аспан жерді жаратпастан бұрын 50 000 жыл бұрын дейді,
тағдырды жазып қойды дейді Алла тағала. Аспан жерді жаратпастан бұрын 50 мың жыл бұрын Алла тағала тағдырдың барлығын лаухул махфузда жазып қойды дейді. Уа аршуху алал ма дейді. Сол кезде арш судың үстіне тұрды дейді. Яғни Алла тағала аспан жердің тағдырын жазып жатырғанда арш болған ол кезде. Ал қаламды бауырлар Аллах та қашан жаратты дейтін болсақ, Алла тағала қаламды аспан жерді тағдырын жазбастан бұрын дәл алдына жаратты. Өйткені хадисте келгендей, әуәлә ма халақаллахул қалам дейді. Ең бірінші Аллах тағала жаратқан ол қалам, фақала лаху уктуб дейді. Сосын оған жаз деп айтады. Сол кезде хадисте қарайтын болсақ, бауырлар, фақала дейді. Фә деп келетін болса, бір нәрсенің алдында сөз етістіктің алдына келетін болса, кейін бірден деген мағынаны білдіреді жалпы араб тілінде. Сумма болатын болса, ол кейін біраз уақыттан кейін болуы мүмкін, бірақ фә деген ол тәртип ва тақиб дейді. Содан кейін деген мағына, бірақ тез деген мағына. Сол кезде хадис мағынасы былай шығады. Аллах тағала ең бірінші жаратқан ол қалам дейді. Қаламды жаратқан бойда оған жаз деп айтты. Жаратты, бірден Аллах тағала оған жаз деп айтты. Сонда қалам нені жазам деп айтты. Қиямет күнге дейін не болады, соның бәрін жаз деп айтты. Сол кезде қалам бәрін жаз дейді. Сол қаламды Аллах тағала жаратып жаз дегенде арш ол кезде болған. Сондықтан жумһур ғалымдардың пікірі арш қаламнан бұрын жаратылды дейді. Ал кейбір ғалымдар Ибн Жарир Табари сияқты, яғни біздің кезімізде Шейх Албани сияқты олар ғалымдар айтады, яғни бірінші қалам жаратылды дейді. Бана хадиске тікелей алады. Яғни бірінші жаратқаны қалам деп. Бірақ бауырлар, мына жерде маңызды нәрсе білу бауырлар, бұл екеуінің арасында, қалам мен арштың арасында қайсысы бірінші деген. Андай мағына емес, ең бірінші мақлұқ арш, әлде ең бірінші мақлұқ ол қалам деген мағына емес бауырлар. Яғни мысалы түсіну үшін айтатын болсам, екі бауырды көресің, екеуінің жылдары бірдей. Сосын сұрайсың, кім араңыздан бірінші туды деп айтасың мысалшы. Кім бірінші дүниеге келді деп айтасың, дұрыс па, екеуіне қарап. Сол кезде мысалшы бір Абдулла тұрып мен дейді. Яғни Абдулла бірінші дүниеге келген Абдурахманнан бұрын. Бірақ Абдулла жер бетіндегі ең бірінші адам емес қой, дұрыс па? Оның алдында да адамдар бар, дұрыс па? Яғни түсіну үшін айтып жатырмын, арш пен қалам қайсысы бірінші дегенде ең бірінші мақлұқ деген мағына емес бауырлар. Өйткені қандай бір мақлұқ бар, оның алдында міндетті түрде бір мақлұқ бар. Яғни арштың алдында, арш қаламнан бұрын болатын болса, арштың алдында мақлұқ бар. Ал ол мақлұқтың алдында да мақлұқ бар, ол мақлұқтың алдында да тағы мақлұқ бар, шеті жоқ бауырлар. Өйткені Алла тағала әрдайым жаратушы. Егер де бірінші мақлұқ бар дейтін болсақ, оның алдында бәленбай шеті жоқ болған жылдар Аллахқа дым істемей тұрды деген мағына шығады. Сондықтан ахли сунна вал жамаа ақидасы бойынша, яғни бірінші мақлұқ деген нәрсе жоқ. Біз білетініміз арш шығар, біз білетін, бірақ оның алдында шеті жоқ. Яғни бұл бауырлар сондай сирек мәселелер бауырлар, сондай бір ұлы бір сирек мәселелер бар. Оған былай айтқанда бас қатырып қажет жоқ. Сондай сирек болатын мәселелермен адам бас қатыратын болса, яғни дінне жаман бір күмәндер келуі мүмкін. Сондықтан ахли сунна жамаа ақидасы бойынша, яғни бірінші мақлұқ деген нәрсе жоқ, яғни әрбір мақлұқтың алдында мақлұқ бар, оның алдында мақлұқ бар, шеті жоқ, яғни Алла тағаланың шеті жоқ. Алла тағаланың шеті жоқ болатын сол әрдайым жаратушы, әрдайым Алла тағала жаратады. Ал арш пен қаламның екеуін салыстырғанда, яғни екеуінің біреуі қайсысы бірінші деген мәселе бауырлар. Бұл бауырлар арш турасында ахли сунна вал жамааның ақидасы бойынша бауырлар. Ал сипатшылар бауырлар, әрине ол аршқа да ұрынған келіп. Яғни сипатшылар аршты тікелей арш деп біз ахли сунна түсінгендей мойындамайды. Олар аршты мүлік дейді. Мағынауи нәрсе, яғни бір дене бүтінінде айтпайды олар. Мүлік дейді, мағынауи нәрсе, яғни. Әрине ол қате пікір. Оған ахли сунна қалай жауап береді? Біріншіден бауырлар, оған ешқандай дәлел жоқ. Яғни арш ол яғни мағынасы мүлік деген, яғни ешқандай дәлел жоқ оған Құран мен сүннетте. Екіншіден бауырлар, араб тіліне сәйкес келмейді. Араб тілінде арш бемағына мүлік деген нәрсе жоқ жалпы. Араб тілінің ұлы имамдары, яғни тілдің ғұламалары айтқаны бойынша, яғни арш мүлік деген мағынада жоқ дейді мүлдем араб тілінде. Және ол сәләфтардың ижмағына қарама-қайшы пікір бауырлар. Сәләфтардың барлығы бір ауыздан арш деген нәрсеге иман келтірген, бұрмаламай, мүлік демей. Сол ижмақ сәләфтардың ижмағына қарама-қайшы. Кейін бауырлар, төртіншіден, бұл аршты мүліктеу бауырлар, Құран мен сүннет ол пікірді өтірікке шығарады. Құран мен сүннет бауырлар, арш мүлік деген мағына дегенді өтірікке шығарады бауырлар. Қалай ол бауырлар? Банағы Алла айтқандай. Алла не айттық бана? Хадисте Муса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есін жиғанда, қиямет күнінің алдында есін жиғанда,
сол кезде Мусаны көреді дейді, аршының бір тірегін ұстап тұрған дейді қолымен. Сонда ол арш мүлік деген мағына болатын болса, онда аршының қалай тірегін ұстайды, яғни келіспей қалатын мағына. Түсіндіңдер ме олар? Яғни арш деген ол дене бір, яғни сондай бір андай мағынауи нәрсе емес. Тіректері бар, сол бір тірегін Муса қолмен ұстап тұрған. Сондықтан яғни ол мағынауи бір мүлік деген мағына емес. Яғни Құран мен сүннет ол пікірді өтірікке шығарады. Және банағы айтылған хадисте уакана аршу аль-ма, Аллах Тағала аспан жерді жаратқанда, тағдырын жазғанда, сол кезде аршы судың үстіне тұрды дейді. Арш судың үстіне тұрды дейді. Сонда Аллахтың мүлкісі судың үстіне тұрды ма, қалай мағынасы, яғни келіспей қалады. және басқа аятта уаяхмилу арша роббика фауқахум яума идин самани дейді. Қиямет күні дейді, сол күні, қиямет күні Раббыңның аршын дейді 8 періште көтеріп тұрады дейді. Сонда 8 періште мүлікті көтеріп тұрады ма, нені көтеріп тұрады? Кейін тағы да хадисте келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқанда, Саад ибн Муаз қайтыс болғанда дейді, Алланың аршы сілкінді дейді. Егер де арш ол Алланың мүлкісі болатын болса, онда бүкіл нәрсе Алланың мүлкі ғой, дұрыс па? Жер, аспан, онда Саад ибн Муаз қайтыс болғанда аспан, жер бәрі сілкіну керек қой, бірақ Саад ибн Муаз қайтыс болғанда жер сілкінбеген ешқандай. Яғни аршының өзі сілкінген тек қана. Демек аршы ол бағандай мүлік деген мағына емес. Аршы ол дене бір белгілі бір мақлұқ, ол сондай дене яғни. Сондықтан бауырлар, бұл пікірді бауырлар Құран мен сүннет өтірікке шығарады. Аллах Жама ақидасы бойынша арш деген ол әлемнің бір төбесі, періштелер көтеріп тұрған, тіректері бар, ұлы мақлұқ болған сондай бір яғни орындық. Енді әл-истива турасында, әл-истива ар-рахману аля арш истава дейді. Мейірімді аршыға көтерілді дейді. Истава деген бауырлар ол Алла Тағаланың фи'ли сипаты. Алла Тағала аршыға өзіне лайықты түрде көтерілді. Яғни истиваның мағынасы бауырлар араб тілінде сәләфтерден келгенде, Абу Алия, Мужахид ибн Жабрдан келгенде, әл-истава деген аля деген немен келетін болса, харфпен келетін болса, истава аля деген яғни бір нәрсенің үстінде көтерілді. Сәләфтерден көп танымал болған 4 мағынасы, 4 синонимі келеді олардың. Саада, уартафа, және аля, истақарра. Осы 4 яғни жоғары болды, үстінде болды, көтерілді, және тұрақталды. Әлде кейбір сәләфтерден келгенде, яғни үстіне отырды. Мұхаммад истава аля фарас дейтін болса, Мұхаммад аттың үстіне көтерілді, яғни аттың үстіне отырды деген мағына береді. Аллах Тағала арштың үстіне көтерілді. Көбінесе көтерілді деген сөзді көп айтады жалпы. Сәләфтерден көп келген. Ал отыру деген ол аз сәләфтерден келген. Келген ол да сәләфтерден, бірақ өте аз келген. Көбінесе осы көтерілді, үстінде болды деген мағына. Бірақ ол үстінде болды деген мағынай Алла Тағала жоғарда деген сипаттың бірдей мағынасы емес бауырлар ол. Яғни Алла Тағаланың әл-улу деген сипаты бар, жоғарда деген. Және Алла Тағаланың истава деген сипаты бар. Яғни көтерілу деген мағына. Көтерілу деген бұл жерде бауырлар жоғарда болу деген, банаға әл-улу деген Аллахтың жоғарда деген сипатымен бірдей емес. Өйткені әл-улу деген Аллахтың жоғарда деген ол зәти сипат. Алла Тағала әрдайым жоғарда. Ал истава деген ол фи'ли сипат, және ол арнайы сипат. Алла Тағала барлық нәрсенің үстінде, дұрыс па? Бірақ барлық нәрсенің үстінде истава қылған жоқ. Яғни барлық нәрсенің үстіне истива деген сипатымен көтерілген жоқ. Мысалы, самолет жоғарыға көтеріледі, дұрыс па? Самолет жоғарыға көтеріледі. Ол самолет үйдің үстінде, дұрыс па? Тау, жер, үй, бағанадай көліктердің үстінде. Яғни ұшақ үйдің жоғарында болды. Бірақ үйдің үстінде ол истава болған жоқ самолет. Яғни ол жоғарыда болды, бірақ оның үстінде истава болған жоқ. Истава деген ол жоғарыда, жоғары жағында болу деген мағына емес, яғни соған көтерілу, соның үстіне көтерілу, соған отыру деген мағынаны білдіреді. Түсіндіңдер ме? Яғни аршы деген ол сондай үстіне көтеріліп отырылатын нәрсе, яғни. Бірақ Алла Тағалаға хақысына келгенде көтерілді дейді, өзіне лайықты қандай екен біз оны білмейміз дейді. Ахлі сүнна уал жама ақидасы бойынша Алла Тағала өзінің аршының үстіне көтерілді, тұрақталды. Қалай екен білмейміз, бұрмаламаймыз, жоққа шығармаймыз, мағынасын білмейміз деп айтпаймыз. Бұл бауырлар ахлі сүнна уал жаманың ақидасы бауырлар. Сондықтан әл-истива деген сипатта оны улуун хас дейді, арнайы көтерілу дейді. Ал улу деген, жоғарда деген Аллах Тағаланың сипаты, ол улуун ам, яғни жалпылама Аллах Тағала барлық нәрсенің үстіне жоғарында. Бірақ барлық нәрсенің үстіне истива қылған жоқ бауырлар. Истива ол тек қана аршқа байланысты, арштың қасиеті. Тек қана Аллах Тағала истиваны аршқа ғана қылды.
Бұл бауырлар ахли сунның ақидасы осындай. Ал сипатшылар бауырлар, ешқандай сипатшы аршқа көтерілі деген мағынаны мойындамайды. Олар истауаны истауля деп бұрмалайды. Истауля. Яғни истауа, ләм деген қосып береді, истауля. Кезінде яһудтар хитта деп айтындар дегенде хинта деп қосып берді ғой, дұрыс па? Вақулу хиттатун нағфир лакум хатаякум дейді Аллах Тағала. Хитта деп айтындар, неге кіргенде, Мысырға кіргенде хитта деп айтындар деп. Аллах Тағала бұйырғанда, олар келіп яһудтар жоқ, хинта деп айтты. Яғни арпа бидай деп айтты. Ал хитта деген күнәмізді кешір деген мағына. Оларға Аллах Тағала күнәларыңды кешір деп, Алладан кешірім сұранды деп хитта деп айтқанда, олар жоқ, хинта деді. Сол яһудтар нунды қосқандай, қазіргі сипатшылар ләмді қосып тұр ғой, яғни. Сондықтан кім айтқанда, Ибн Қайым әл-Жаузи өзінің нуниясында сондай өлең қылып келтіреді. Яһудтар нунды қосты, сипатшылар ләмді қосты дейді. Яһудтардың нуны, кімнің сипатшылардың, жахмилердің ләмі артық әріптер дейді, яғни. Истауа мағынасы истауля, басып алды, яғни біреумен күресіп, қырылып, басып алды деген мағынаны қайдан алды олар? Олардың дәлелі бір өлең келтіреді, олар Ақтал деген бір айтады, Ақтал деген бір насрани болған, пайғамбарымыздан кейін дүниеге келген кісі жалпы ол. Сол насранидың мынандай бір өлеңі бар. Қадистауа бишрун алал ирақи мин ғайри сейфин ауда мин михрақи дейді. Бешір дейді, истиуа қылды дейді Ираққа. Қылышсыз, қан төгусіз дейді. Бешір кім? Ибн Маруан. Абдул-Малик ибн Маруанның ағасы. Ол, яғни, әскердің басшысы болды. Ираққа барғанда Иракты басып алды. Мына Ақтал насрани өзінің өлеңінде истауа деген сөзді қолданып тұр. Сонда аударғанда, яғни Иракты қылышсыз, қан төгусіз басып алды деген мағына дейді. Сондықтан араб тілінде истауа деген сөз ол истауля деген мағынамен келді дейді. Истауля деген яғни басып алды. Ал истауа деген бір нәрсенің үстіне көтерілу, үстіне міну, үстіне жоғары болу. Аллах Тағала арштың үстіне көтерілгенде оның алдында төмен болып тұрған жоқ, андай мағына түсінбеңдер. Бағана арштан төмен болып тұр, кейін үстіне мініп барып көтерілу жоқ, ондай мағына емес бауырлар. Алла Тағала әрдайым жоғарыда. Ахли сунна жама ақидасы бойынша. Енді кімдер сипатшылар оны истауаны бауырлар истауля дейді, басып алды дейді, сөйтіп аударады, яғни. Өйткені осы бана Ақталдың сөзін келтіреді. Яғни Ақтал деп айтады олар жалпы. Енді ахли сунна бұған қалай жауап береді бауырлар? Біріншіден бауырлар, мына өлеңнің бауырлар бір сахих иснады жоқ. Яғни егерде иснадпен әкеліп беріңдерші, сол Ақтал айтқан иснадпен әкеліңдерші, кім айтты деп айтатын болсақ, ешқандай иснат жоқ бауырлар. Даиф иснат жоқ. Сахих айтпай қояйық бауырлар. Даиф иснат жоқ ол кісіден. Яғни ойдан шығарылған бір кісі алып, сонда сипатшы бір жахмид кісі өзінен бір сондай өлең шығара қойған, сосын соны Ақтал айтты деп, сөйтіп соған жауап салды. Өйткені Ақтал сол кездегі үлкен ақын болғандықтан. Сосын қызығы бауырлар, егер сол сипатшыларға Бухари және Муслим бір ауыздан келіскен сахих хадисті келтіретін болсаң, ол хабар ахад дейді. Хадис ахад хадис, ол ахад хадисті біз ақида бабына қабылдамаймыз дейді. Бірақ иснады жоқ болған бір насранидің сөзін дін қылып әкеледі. Яғни дәлелдері, діндері Ақтал. Егер ахли суннада дәлелі Құран, сүннет, сәләф болатын болса, олардың дәлелдері, діндері Ақтал, яғни. Сондай бір қызық нәрсе. Екіншіден бауырлар, ол Ақталдың бауырлар бірде-бір кітабында жоқ өлең. Яғни Ақталдың, жақсы Ақталдікі бола қойсын жақсы. Ақталдың бірде-бір кітабында жазған, яғни сөзінде жоқ нәрсе. Ақтал айт деп жауап салады Ақталға, бірақ Ақталдың яғни бірде-бір кітабында жоқ болған нәрсе. Үшіншіден бауырлар, дұрыстап мән беретін болсаңдар, мына Ақтал айта қойсын жақсы, яғни Ақтал сөйтіп айтқан екен жақсы. Қадистауа бишрун алал ирақи. Бешір Иракты истауа қылды деп айта салайық жақсы. Бұл жерде неге дейді? Тіке мағынасын қабылдамаймыз дейді. Бешірдің Иракқа басып алды емес, Ирактың үстіне мінді деп неге тіке қабылдамаймыз дейді ахли сунна деді. Өйткені негізінде арасында қарайтын болсақ, бауырлар, Бешір емес қой, нені басып алған? Иракты басып алған. Басып алған Абдул-Малик ибн Марван ғой. Дұрыс па? Ағасы ғой. Абдул-Малик ибн Марван ол халифа болды. Ал Бешір ол ағасы әскердің басшысы болды. Абдул-Маликтің бұйрығымен Бешір барып Иракты басып алды, дұрыс па? Басып алушы кім бұл жерде бауырлар? Басып алушы ең басшыға айтылады жалпы бауырлар. Яғни мысалшы кезінде
Шыңғысхан алайық, Шыңғысхан мысалы Атырауды басып алды, ана жерді басып алды, мына жерді басып алды. Өзі барып соғыс басып алған жоқ қой, дұрыс па? Әскері басып алды ғой, яғни бағанағы генералдары, сондайлар басып алды ғой, дұрыс па? Бірақ айтпайды ғой бағандай, мысалы Шыңғысханның баласы басып алды деп айтпайды ғой, дұрыс па? Шыңғысхан басып алды деп айтылады. Яғни басшыға айтылады, кім бұйрық береді, сол басып алды деп айтылады. Ал бұл жерде қарайтын болсақ, Абдулмалик бұйрық берген, Бешір емес. Бешір ол әскердің басшысы. Иракты барып алғаннан кейін таққа отырған ол Бешір, Абдулмалик емес. Сондықтан банағы өлеңді қарайтын болсақ, Қадистава Бешір аля Ирақи деген тіке мағынасын аламыз онда. Яғни Ирактың тағына Истава Бешір, яғни Бешір Ирактың тағына отырды, басып алған жоқ. Өйткені басып алушы кім ол? Абдулмалик. Кім емес? Бешір емес. Бешір ол әскердің бастығы тек қана. Яғни сөйтіп Ахли Сунна жауап береді. Төртіншіден бауырлар, Ақтал деген ол насрани ғой. Яғни Ақтал ол насрани. Сонда ол кейін табииндардан кейін заманда келді Ақтал. Оның алдында сахабалар сонда дін білмеген ба? Келіп Ақтал келіп сонда мұсылмандар келіп дұрыс ақиданы үйретіп тұр ма, яғни? Оның алдында ондай мағынада ешкім айтқан жоқ. Ақталдың алдында табииндардың, сахабалардың, оның алдындағы араб жахилияның ешқандай, яғни истаула деген мағынасында келмеген жоқ. Сонда пайғамбарымыз қайтыс болып кеткен деген сахабалар көбі қайтыс болғаннан кейін келіп, Ақтал келіп бізге сонда дінді үйрете ма? Құранды сонда тәпсірін бізге дұрысын Ақталдан аламыз ба дінді, яғни? Сондықтан бауырлар, сол кімдердің, сипатшылардың діндері осындай келген. Яғни пайғамбарымыз айтты, сахабалар айтты емес, Ақтал айтты, пәленше айтты, бәрі де осындай субхана діндері. Сондықтан Ақтал келіп насрани, ол бізге сонда дінді үйрете ма? Соның алдында сахабалар дін білмеген ба? Сонда Ақтал келіп, яғни келіп сол табииндардан бастап, табииндерден кейін келгеннен бастап кісілер мә сонда истауаның мағынасы истаула екен, ол сахабалар білмей қайтыс болып кетті, мына Ақтал келіп бізге дінді үйретті деп сөйтіп айтамыз ба, яғни? Сондықтан бауырлар, бұл осы Бешірдің өлеңінің қате екен, дұрыс емес екен, оны дәлел келтірудің бұл жауаптары бауырлар. Ал енді истауаның өзіне келетін болсақ, истауаны истаула қылып бұрмалайтындардың өзіне келетін болсақ, яғни олар айтады ғой, истауа мағынасы истаула дейді. Истауаның мағынасы ол яғни көтерілу, ал истаула деген басып алу. Оған қалай жауап береді дейтін болсақ, біріншіден бауырлар, истаула деген мағынасында араб тілінде мүлдем жоқ. Оны араб тілінің ұлы имамдар айтқан. Халил ибн Ахмад деген Сибауайхидің ұстазы болды. Араб тілінде ең бір ұлы тұлға бауырлар. Яғни саусақпен көрсететін сондай бір араб тілінде дегенде Халил дейтін болса, яғни бәрі қол көтеретін. Сибауайхи деген араб тілінің сондай бір ұлы имамы болды, соның ұстазы. Халил ибн Ахмад деген кісі. Сол Халил ибн Ахмад айтады, арабтар дейді, истауаның истаула деген мағынамен келетін мүлдем білмейді дейді. Араб тілінде жоқ дейді ондай. Яғни арабтар ондай мағынаны естімеген дейді. Истауа мағынасы, яғни истаула деген жоқ дейді мүлдем. Яғни тек қана осы ғана ойдан шығарылған өлең ғана болмаса, қалған ешқандай бір араб тілінің ескі өлеңдерінде жоқ дейді ондай. Истауа, яғни мағынасы басып алды деген мағына. Керісінше истауаның мағынасын тек қана бір нәрсенің үстіне жоғары көтерілді, жоғары болды деп нәрсенің үстіне тараптар. Ал басып алды деген нәрсе араб тілінде жоқ бауырлар. Ол біріншіден. Екіншіден бауырлар, сәләфтардың бауырлар бір ауыздан келіскен пікіріне қайшы ол. Сәләфтардың барлығы бір ауыздан келіскен истауа аля деген харфпен келетін болса, мағынасы үстіне көтерілді, тұрақталды үстінде. Яғни сәләфтардан истауаның мағынасы алямен келетін болса, истауа аля деген болса, яғни оның үстіне мінді, үстіне жоғары болды деген мағына білдіреді. Көтерілді оның үстіне. Басқа сәләфтардан ондай мағына келмеген. Сондықтан Мужахид, Абу Алия деген сәләфтардан келгенде, яғни истауа аля деген иртафаа, саада, аля, истақарра. Осы төрт мағына келеді. Яғни көтерілді, тұрақталды, үстінде болды деген мағына келеді. Бірақ сәләфтарда бағанағы истаула деген мағынамен келмеген. Бұл екіншіден бауырлар. Үшіншіден истаула дегеннің мағынасы бауырлар, истаула басып алды деген, яғни ол күресіп, қырылып, тартып алу, басып алу деген мағына жалпы араб тілінде. Басқа мағынасы жоқ. Сонда Алла тағала біреумен қырылып, тартып алып, біреуден басып алды ма? Сонда мағынасы Алла тағала аршты біреумен соғысып, күресіп, тартып алды деген мағына шығады. Егерде истауаны истаула басып алды деген мағынамен аударатын болсақ. Төртіншіден бауырлар, Құран мен сүннет сол истаула деген мағынамен келеді дегенде өтірікке шығарады.
Құран мен сүннет, Құрандағы және сүннеттегі келген дәлелдер, мына истауаның мағынасы истауля деп аудару, бұрмалау, соны жоққа шығарады. Яғни ахли сунна истауаны, истиуа сипатын Алла тағаланың көтерілді деп түсінеді. Ал бұрмалаушылар басып алды деп түсінеді. Енді Құрандағы истауа деген сөздерді Аллахқа қатысты емес, басқа нәрсеге истауа деген сөзді келеді алатын болсақ, яғни басып алды деп аударатын болсақ, онда қараңдар хадистердің мағыналары қалай шығады. Хадисте, сахих хадистерге келгендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хунейн соғысында ләммә стауа набию саллаллаху алейхи уассалам алал фарас дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аттың үстіне истиуа қылғанда дейді, хадис солай келеді. Ахли сунна ақидасымен аударатын болсақ, онда аттың үстінде көтерілгенде, мінгенде деген нәрсе шығады. Бірақ егерде сипатшылардың мағынасымен алатын болсақ, Хунейн соғысына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі атын басып алғанда деп мағына шығады онда. Яғни пайғамбарымыз аттың үстіне міну орнына біреумен қырылып өзінің атын тартып алған ғой, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондай мағына шығады. Әлде Бухари, әлде Муслимде келген хадисте Абу Қатаданың оқиғасы, Абу Қатада сахаба басқа сахабалармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неге барады? Умраға барады. Сонда Абу Қатада ол умрашы болмайды, өзіне ихрам кимейді. Қалған сахабалар умра ихраммен киіп жүреді. Сол кезде бір жабай есекті көреді. Жабай есекті жалпы жеуге болады. Аң қылып аулауға болады оны. Сонда басқа сахабалардан көмек сұрайды. Ихрам киіп алған сахабалардан көмек сұрайды. Ал умрашы ихрамда кісі аң аулауға болмайды, және аң аулаушыға көмектесуге болмайды. Сол кезде Абу Қатада хадисте келеді. Ләмма раал химар ал-вахши истауа аля фарасихи дейді. Абу Қатада жабайы есекті көргенде өзінің атының үстіне истауа қылды дейді. Егер ахли сунна мағынасымен аударатын болсақ, онда хадистің мағынасы былай шығады. Абу Қатада жабайы есекті көргенде атының үстіне мініп алды деген мағына шығады. Атына мініп, артынан қуған, яғни. Хадистің жалғасына келеді, артына қуды, сөйтіп бағандай найзамен сөйтіп ұстады деп. Ал егерде сипатшылардың мағынасымен алатын болсақ, басып алды деген мағына шығатын болсақ, онда хадис мағына шығады. Абу Қатада жабай есекті көргенде өзінің атын басып алды деп мағынамен, яғни біреумен қырылып, өзінің атын тартып алды деген мағына шығады. Ол сипатшылардың мағынасымен ауыстыратын болсақ. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ислам басында хутбаны бір жерден шығып тұрған талдың үстіне мініп, талдың несі ағашы діңі шығып тұрады, соның үстіне мініп пайғамбарым хутба жүргізетін болған. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мимбар жасап береді. 3 неден баспалдақтан тұрған, яғни мимбар жасайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол мимбардың үстіне мініп хутба жүргізеді. Хадисте былай келеді: ләммә стауа алал мимбар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мимбардың үстіне көтерілгенде, мінгенде, ахли сунна вал жамаа ақидасы бойынша истауа деген сөзді сөйтіп аударатын болсақ, кім банағы дің тал жылады дейді, дыбыс шықты дейді одан. Яғни бұл жерден керегі бауырлар бізге, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мимбардың үстіне мінді, көтерілді дейді, истауа деген сөзді сөйтіп аударатын болсақ. Ал сипатшылардың банағыдай басып алды дейтін болсақ, онда сол мимбарды пайғамбарымызға жасап бергенде пайғамбарымыз сол мимбарды басып алды деген мағына. Мінген жоқ үстіне, басып алды деген мағына шығады. Кейін бауырлар тағы да истауа, истауля деп бұрмалау қате екеніне Аллах тағала Құранда айтады. Нухтың кемесін Аллах тағала айтқанда уастауат алал джуди дейді. Нухтың кемесі Джуди тауының үстіне истауа қылды дейді. Түсін ма? Яғни мағынасы қандай? Тау тұрады, су басып кетті ғой, сол кезде тауға барып үстіне көтеріледі, үстіне тұрады таудың. Су азайғанда кеме таудың үстіне қалып қояды, дұрыс па? Таудың үстіне келіп тұрақталып, үстіне мінеді келіп, үстіне қонады. Ал кімдердің мағынасымен аударатын болсақ, сипатшылармен истауа, яғни басып алды деген мағына дейтін болсақ, онда Нухтың кемесі бұл кеме емес, бір адам секілді барып тауымен қырылып тауды басып алады екен, яғни. Таудың үстіне мінбейді, керісінше тауды басып алады деген мағына шығады. Ал ахли сунна айтпайды, ахли сунна яғни Нухтың кемесі таудың үстіне көтеріліп тұрғанда дейді, яғни. Сондай мағына шығады. Кейін Аллах тағала аспан жерді жаратқаннан кейін не дейді? Thumma стауа алал арш дейді. Аспанды жаратып болғаннан кейін thumma дейді. Кейін дейді, қараңдар, thumma деп келеді. Кейін Аллах тағала арштың үстіне көтерілді. Аспан жерді жаратып жатырғанда арштың үстіне Аллах тағала көтерілмей тұр. Арштың үстіне қашан отырды, қашан үстіне көтерілді? Аспан жерді жаратып болғаннан кейін. Егерде сипатшылардың ақидасымен алатын болсақ, Алла тағала аспан жерді
жаратқаннан кейін аршты басып алды дейтін болсақ, онда оның алдында арш кімнің қолында болды деген сұрақ келеді. Егер аршты басып алған болса. Кейін бауырлар, жалпы ахли сунна вал жамаа қидасы бойынша истауаны Аллах тағала тек қана аршқа істеді. Арштың үстіне көтерілді. Истауа сипатымен, яғни. Егер де истауа ол басып алды дейтін болса, неге Аллах тағала тек қана аршты басып алды, біреумен соғысып, аршты неге басып алды? Яғни басқа, сонда Аллах тағаланың мүлкі ол басқа біреудің қолында ма сонда? Тек қана аршты басып алды, қалғанын басып алмады ма сонда? Яғни қандай мағына шығады сонда? Және соңынан тағы да қосып беретін, неге сендер бұрмалайсыңдар? Истауаны, истауля деген мағынаға неге бұрмалайсыңдар? Яғни көтерілдіні басып алдыға неге бұрмалайтын дейтін болсақ, олар тәшбихтан қорқамыз дейді, яғни ұқсатудан қорқамыз дейді. Өйткені біз білетініміз дейді, истауа ол тек қана мақлұққа тән сипат дейді. Яғни ол бір нәрсенің үстіне көтеріліп отыр, ол тек мақлұққа тән болған сипат дейді. Аллах лисун оған қалай жауап береді? Иә, бізде де дейді, истауля басып алды деп тек қана мақлұққа тән сипат екенін білеміз дейді. Яғни мысалы үшін басып алды деген Шыңғысхан осы жерді басып алды, анау осы жерді басып алды, мынау осы жерді басып алды деген соны тек мақлұққа тән сипат қана білеміз дейді. Басқа нәрсені білмейміз. Яғни басып алды деген кезде әркімнің ойымызға сол келеді тек қана, яғни әскермен барып бір жерді басып алды деген басқа мағына келмейді. Бізге де ойымызға, яғни мақлұққа тән сипат келеді. Олар қалай жауап береді? Жоқ дейді. Ол истауля деген басып алу деген Аллахқа тән лайықты, өзіне лайықты сипат, қалай екен білмейміз, бұрмаламаймыз, жоққа шығармаймыз, бетпейміз, сөйтпейміз деп ахли суннаның ақидасын, қағидасын айтады олар. Яғни сондай қызық күлкілі нәрсе айтады. Сол кезде ахли сунна қалай жауап береді? Иә, біз де дәл соны айтып жатырмыз ғой, яғни Аллах тағала аршқа көтерілді, өзіне лайықты деп қалай екен білмейміз деп соны айтып жатырмыз ғой бізде. Сол ғой бізге тек қана керегі. Иә, көтерілді, бірақ қалай екен білмейміз, оны жоққа шығармаймыз, оны ұқсатпаймыз. Соны біз айтамыз. Неге оны бірінші бұрмалайсыңдар, кейін барып оған сол бана қағиданы саласыңдар? Яғни олар бізді мушаббиха дейді, дұрыс па? Ұқсатушылар дейді. Неге? Өйткені сендер Аллах тағала аршқа көтерілді дейсіңдер. Ал аршқа көтерілу ол мақлұққа тән сипат, сондықтан сіздер мушаббихасың дейді. Онда біз айтамыз, яғни иә, сендер басып алды деп айтасыз, басып алды мақлұққа тән сипат, сіздер онда мушаббихасыңдар. Яғни қандай айырмашылық бар онда? Яғни сендер бізді мушаббиха дейсіңдер, сол мейірімді аршқа көтерілді дегенді енді мойындағанымыз үшін, ал сендер басып алды деп айтасыңдар. Басып алды деген біз тек сол мағынаны түсінеміз. Яғни бір нәрсені басып алды, соғысып, қырылып, бір басып алды деген мағынаны түсінеміз. Ол мақлұққа тән сипат екенін білеміз. Онда сендер де мушаббихасыңдар онда. Яғни осыдан кейін бауырлар, сол сипатшылардың сондай бұрмалаулары өтірік қате екенін түсінесің бауырлар. Мен нешеуін айттым сіздерге? Бесеуін бе екен, сондай айттым, дұрыс па? Ибн ал-Жаузи рахимахулла 20-сын келтіреді. 20-сын. Яғни оның кейбірлері араб тілін білген кісілерге пайдалы болады, яғни. Кейбірлері яғни бар, бірақ яғни ең маңыздылар осы. Бұл бауырлар қысқаша қорытынды истауаны истауля қылып бұрмалайтын кісілерге арат ретінде, яғни қорытынды қысқаша кейбір дәлелдер, яғни. Енді кітабымызға аятын болсақ. Алла тағала сөзінде мейірімді аршыға көтерілді. Құранның 7 жерінде келеді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөзінде Алла тағала жаратылыстарының бәрін жаратқан кезде өзінде, Алла тағаланың алдында аршының үстінде расында мейірімім ашуымды озады деген сөзді жазып қойды. Хадисті Бухари жеткізген. Яғни бұл хадисте Алла тағала арштың жоғарында екеніне дәлел бар. Және бұл хадисте Алла тағаланың мейірімі деген сипаты дәлел бар. Яғни Аллах тағала ашуланады екен дәлел алынады бұл хадистен. Басқа сөзінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам аршы судың үстінде, ал Алла тағала аршының үстінде, және ол сендер турасында бәрін біледі. Хадис Абу Дауд және басқалары риуаят еткен. Бұл хадистің ішінде Алла тағала арштың үстінде екені дәлел. Бұл хадисті Шейхул Ислам ибн Теймия Хасан деген. Имам Абу Ханифа рахимахулла Раббым аспанда ма әлде жерде ме білмеймін деген кісі турасында кәпір болды. Өйткені Алла тағала мейірімді аршқа көтерілді дейді. Ал аршысы 7 қат аспанның жоғарысында деп айтқан. Яғни имам Абу Ханифадан рахимахулла сұрағанда, яғни Раббым аспанда ма әлде жерде ме білмеймін дегенде кәпір болды деген. Сосын дәлел келтіреді. Алла тағаланың сөзін мейірімді аршыға көтерілді дейді. Осын дәлел келтіреді. Ал аршы 7 қат аспанның жоғарында дейді. Бұл Абу Ханифаның сөзінен не аламыз бауырлар? Кім Алла тағала аршыға көтерілген мойындамайтын болса, ол Абу Ханифаның пікірі бойынша кәпір болады екен. Және аршы ол мағнауи нәрсе емес, ол 7 қаттың үстінде, яғни 7 аспанның үстінде, курсидің үстіндегі болған бір мақлұқ. Яғни бұл Абу Ханифаның пікірі бойынша. Бұл әсар Абу Ханифадан
Фиққул Акбар деген кітабында келеді. Абу Ханифаның Фиққул Акбар деген кітабында, яғни ғалымдарға біраз ихтилаф бар. Фиққул Акбар деген кітап екі риуаятпен келеді. Біреуі Хаммад ибн Аби Ханифадан келеді, Абу Ханифаның баласының риуаят арқылы келеді. Екіншісі Абу Мутай Хаким әл-Балхи деген Абу Ханифаның бір шәкірттерінің бірі, содан келеді. Хаммадтан келетін риуаят, бауырлар, оның иснады әлсіз. Және Хаммадтан келген риуаятның ішінде, ақида турасында жазылған ғой, ақиданың мәтін қылып жазылған, соның ішінде яғни біраз ақидаға қарама-қайшы қателер бар. Кейін оның ішінде, сол Хаммадтан келген риуаяты бойынша, оның ішінде кейбір мәселелер қозғалған, Абу Ханифаның заманда ол мәселелер қозғалмаған мүлдем. Ол заманда болған жоқ. Абу Ханифа 150 жылға қайтыс болды, хижраның. Ондай мәселелер айтылған ішінде, ол мәселелер 150 жылдан кейін қозғалған. Сондықтан біраз ғалымдар ол риуаятты әлсіз дейді. Көбінесе танымалы сол Хаммадтың риуаяты бойынша. Екіншісі Абу Мутай әл-Балхи, Әл-Хаким әл-Балхи, соның риуаятынан. Оның риуаятына қате аздау, бірақ оның риуаяты өте әлсіз. Тіпті Абу Мутайхтың өзінде де біраз ғалымдар әлсіз дейді. Оны Бухари, Имам Ахмад, Абу Дауд, Абу Хатим әлсіз деген Абу Мутайхты. Тіпті Абу Дауд айтады, ол Джахми болды деп, Абу Мутайхты ол Джахми ақидасына болды деп. Ибн Хиббан айтады, ол мурджиялардың басшысы болды дейді. Сондықтан жалпы мына Аль-Фиққул Акбар деген кітап Абу Ханифадан келді ма, келмеді ма дегенде ғалымдарда біраз, яғни ихтилаф бар. Яғни біраз үлкен күмән бар жалпы ол кітапқа. Сол Абу Ханифадан келді ма, келмеді ма дегенде. Өйткені ішінде қателер бар біраз. Яғни ахли сунна онымен келіспейтін бір қателер бар ішінде. Бір емес, яғни 10 шақты қате бар. Бірақ біраз ғалымдар оның иснадын сахих деп келтіреді, яғни. Соның ішінен Шейхул Ислам ибн Теймия және Ибн ал-Қайим әл-Джаузи, сол ғалымдар сол риуаяттарды, яғни сахих деп Абу Ханифа я Фиққул Акбар деген кітапты жазған деп ішіндегі осындай сөздерді келтіреді. Егер де ол кітап расында бар болған болса, онда ішінде осындай сөз міне. Алла Тағала аршқа көтерілгенін мойындамайтын кісі Абу Ханифаның пікірі бойынша, онда ол кәпір болады екен. Жалпы не болса да үлкен бір күмән бар, ол не кітапты Абу Ханифа жазды ма, жазбады ма дегенде. Енді бұл кітапқа неге келтірдің деген сұрақ келетін болса, яғни ондай бір күмән бар екен, сол күмән болғанына қарамастан бұл кітапта неге келтірдің деп сондай сұрақ болатын болса, жалпы мен осы кітапты жазғанда бұл Абу Ханифаның сөзін келтірмеген едім негізінде. Яғни мүлдем айтылған жоқ еді негізінде ол мәселе. Осы Абу Ханифаның әтары. Бірақ шейхім Абдулла аль-Джарбу хафизахулла осы кітапты тексергенде, осы араға келгенде Абу Ханифаның сөзінен қостым ба дейді. Менен сұрады. Сосын мен жоқ, қосқан жоқпын деді. Сен қоспайсың, оны қосу керек, оны қос міндетті деп, қазір саған тауып берейін деп, соткысынан телефоннан кіріп, комиссияны сөзбе-сөз тауып берейін деп, интернеттен осыны тауып беріп, маған көрсетіп, осыны қос міндетті деп, қайта соны айтты маған. Келесі тексергенде осы кітапты айттым, 3 рет тексерді деп шейх. Екінші тексергенде осыған қайтып мән берді. Абу Ханифаның сөзін қостың ба? Қай жері қостың ба? Дұрыс, машалла, осыны қос деп, кәдімгі осыған қатты мән бергесін қоса салдым. Негізінде оның алдында бұл нәрсе болмаған еді негізінде. Имам Малик рахимахулла айтады, көтерілуі мәлім дейді. Бұл Имам Маликтің сөзі енді күмәнсіз сахих, Имам Маликтен келген кәдімгідей. Және ол Имам Маликтен бұрын Рабиа деген Имам Маликтің ұстазынан келген дейді. Бірақ қатты сахих болған ол Имам Маликтен келгені. Бұның оқиғасы бар ма сөзінің? Имам Малик рахимахулла мешітте сабақ беріп отырғанда осы Ар-Рахману алал арши стауа деген жерге келгенде, соны тәпсірлегенде, сол кезде бір кісі келіп, я имам дейді, Алла Тағала аршқа қалай көтерілді деп сұрақ қояды. Сол кезде Имам Малик рахимахулла ашуланып, денесі қызарып, айтқан сөзі осыны ашуланып. Көтерілуі мәлім дейді, яғни арштың үстіне көтерілуі, истеуа сипаты мәлім дейді. Яғни түсініксіз емес, беймәлім емес, мағынасын білмейміз емес, мағынасын мәлім білетін, мәлум. Қалай екендігі беймәлім дейді. Ал қалай көтерілгені белгісіз, беймәлім дейді, білмейміз дейді. Өйткені Алла Тағала бізге аршқа көтерілгенін айтты, бірақ қалай көтерілгенін айтпады ғой. Сондықтан бізге тек білетін нәрсені ғана бекітеміз, білетін нәрсені ғана мойындаймыз. Аллах Тағала көтерілді арштың үстіне, бұл соны мойындаймыз. Қалай екенін айтпағасын, соны білмейміз дейміз, беймәлім.
оған иман келтіру уәжіп дейді. Яғни Алла тағала аршқа көтерілгеніне иман келтіру уәжіп болады. Неге? Өйткені ол Құранда келген. Құранда бір жерде емес, яғни 7 жерде келді. Ал ол турасына сұрақ қою бидағат дейді. Яғни ол турасына қалай көтерілді, қалай неше сағатта көтерілді, қаншама уақытта көтерілді, неге көтерілді деген сұрақтар қою бауырлар бидағат дейді. Бұл имам Маликтің яғни өте құнды, яғни өте алтын сөзі. Ахли суннада үлкен бір қағида болып қалған. Яғни ахли сунна вал жамаа ақидасы бойынша бұл көтерілу мәлім, қалай екені беймәлім деген бүкіл сипат айтылады бауырлар. Мысалы Алла тағала нузул сипат, Алла тағала түнде түсетін хадисі турасында. Яғни осы хадиске, осы әсарға сүйеніп былай айтамыз: Алла тағаланың түсуі мәлім, қалай екендігі беймәлім. Оған иман келтіру уәжіп, яғни нузулға Алла тағала түседі екеніне. Ал ол турасында сұрақ қою бидағат. Яғни сондай қылып барлық сипаттарға бұл қағида жүреді. Бұл бауырлар Алла тағаланың әл-истива деген сипатына қатысты мағлұмат. Сабақ аяқталды. Осымен субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.